Сәлем, қазақ бауырластарым. Бүгінгі таңда әр адамда бір осындай қызық сұрақтар болып тұр. Біз жаратушы жалғыз Құдайымыз бар. Мысалы, кісілер айтады ғой, Алла тағаламыз бар. Бірақ неге кейбір кісілер Иса Мәсіх, Иса деген біреуді Құдай қылып алған? Неге көп адамдар соған сеніп, соны уағыздап жүреді деген осындай сұрақтарды сұрайды. Бүгін осы сұраққа бір азғантай болса да жауап берейін деп мен осы сіздерге сол не болған, алдындағы Иса жайлы біз не айтамыз, соны бастайын деп, соны сіздерге айтып берейін деп тұрмын. Қабыл алыңыздар. Негізі тарихта әлем жаратылғаннан бұрын не нәрсе, Иса келіп сол нені шешеді? Иса келгенмен ол не білдіреді екенін сол жаратылыстың басталуына қарай біз көрейік. Мен алдында тұрған осы кітап, біз өз сеніміміз бойынша Кейл кітап деп айтамыз. Осыда Таурат, Забур, Инжил, пайғамбарлардың жазбасы деген 4 кітаптың құрамдасы Кейл кітап деп айтамыз. Ал енді осы кітаптарға қарап, ең жаратылыстың басталуында не болған туралы қарасақ. Жаратқан иеміз бәрін жоқтан бар етіп жаратты. Ол әлемді жаратты, көк пен жерді жаратты. Ең соңында ол адамды жаратты. Өзіне ұқсас қылып жаратты деп айтады. Адамды топырақтан жаратты. Оған өзінің рухын, лебін бергендіктен адам мәңгілікке өмір сүретін болды. Бірақ осы жерде бір қызық мағына бар. Неге біз сол Құдайдың жаратқан адам ата мен Хауа ананың ұрпағымыз? Ондай болса біз адам ата мен Хауа ананың ұрпағы бола тұра, неге біз өлеміз? Құдай өлетін адамды жаратты ма? Құдай бізді сонша сүймей ма? Көп адамдар бір тарихын біледі. Адам ата мен Хауа ананың алғашқы өмір сүріп тұрған жерін Едім бағы, кейбір кітаптарда жаннаттың бағы деп айтады. Сол жаннаттың пейіш бағында адам ата мен Хауа ана екеуі еш күнәсіз өмір сүрді. Олар Құдаймен қарым қатынастары жақсы болды. Оларда еш өлім, еш ауру деген болған жоқ. Бірақ бір күні олар күнә жасайды. Құдайдың сөзіне, жаратқан иенің сөзіне қарсы шығып, шайтанның азғыруымен, арбауымен олар жеме деген жемістен жеп қояды. Бірақ Құдай алдын ала оларға бір нәрсе ескерткен болатын. Со жемістен жеген күнінен бастап сен өлесің деп. Енді күнә жасалды. Адам ата мен Хауа ана өзіне күнәһар болған сол адамды енді Құдай не істеу керек? Мен Кейл кітаптан жаратылыстың бастауынан бір аят сіздерге оқиын. Сонымен Құдай ие адамды пейіш бағынан қуып шығып, оны өз жаратқан жердің топырағын өңдетуге қойды дейді. Енді өзін шығарып алған, өзін жаратқан сол топырақты адам өңдеуге шықты. Адам күнәһар болды. Бірақ оның әйелімен бірге ол күнәһар болғандықтан, одан бүкіл адамзаттың баласы шықты ғой. Бәр адамзат қазір адамның ұрпағы. Ешкімде адам ата мен Хауа ананың ұрпақсыз бір адам жоқ бұл әлемде. Бірақ сол адамдардың бәрі қазір күнәһар. Неге күнәһар? Тіпті Кейл кітапта былай айтады. Адам туа салмай күнәһар деп. Тіпті кішкене нәресте баланың өзі күнәһар. Қалайша күнәһар болады? Өйткені біздің арғы тегіміз, ата-бабамыз сол адам ата мен Хауа ана күнә жасады. Сол жасаған күнәнің қадір нәтижесінде бүкіл адамзатта күнә тарқай бастады. Енді жақында болып өткен сол ковид деген індетті біз білеміз. Көп адамдарға ол тарады. Дәл сол сықылды. Күнә бүкіл адамзатқа тарады. Адам қаннан тумас бұрын ол күнәһар болды. Енді күнәһар адамдар не болады? Күнәһар адам өлімге ұшырайды. Олар өле бастады. Адам ата да өлді, Хауа ана да өлді, бүкіл келген пайғамбарлар, бүкіл адамзаттың ұрпағы, біздің ата-бабамыздың бәрі қазір қайда? Олардың бәрі
өлді, қайтыс болды. Енді Құдай осыны адамдардың бәрі өле берсін деп бітіп қарап қойған жоқ. Ол Құдай адамзатты сондайға түсейді. Кел кітапта бір осындай аят бар. Құдай адамдарды сондайға түсіе берді дейді. Ол тіпті сондайға түсігендіктен өзінің жалғыз ұлын, рухани ұлын құрбандыққа жіберді. Енді оған сенуші әркім жанын тозаққа түспей, мәңгілік өмірге ие болады деді. Қарасақ, адам күнә жасағандықтан сол кейлі Құдайға, кейлі жаратушы иемізге ұқсап өмір сүре алмайтынын біз білеміз. Енді одыр кейлі өмір сүре алмайтын болса, Құдай одырды қарай, өзіне қарай, өзінің жаннатына, өзінің Едім бағына қарай апарады. Негізі біз өзімізді жаратқан сол Құдайымызға қайта оралуымыз керек. Сол оралуымыздың жалғыз ғана жолы бар. Ол Құдайдың біз үшін жіберген ұлы Иса Мәсіх болды. Иса Мәсіх біз үшін ол құрбандыққа, өзін құрбандыққа беру үшін ол келді. Ол жай адамның ұрпағы болып келген жоқ. Өйткені адамның ұрпағының бәрі күнәһар екенін білеміз. Сондықтан да ол адами әке жоқ. Ол Құдайдың жаратқан енің рух арқылы пәк қыздан туылды. Біз оны бәрін мен ойымнан шығарып тұрған жоқпын, оның бәрі кейл кітапта жазылды. Енді ең алғашқы адам, біздің ата-бабамыз, адам атамыз күнә жасаған болса, екінші адам болып келген Иса Мәсіх, ол Құдайдың ұлы, ол ешқашан күнә жасаған жоқ. Сондықтан бір не жерде осы кітапта қызық бір аят бар. Сол аятты мен сіздерге қадір келтіріп берейін. Осы жерде былай жазылған: бір адам арқылы өлім дүниеге келді. Сол сияқты бір адам арқылы өлгендер қайта тірілді. Яғни адам атамен байланыстардың бәрі өлуге тиіс болғандай, Мәсіхпен байланыс болғандардың бәрі тіріледі деп айтады. Біз қаншамақты қадір қиын, қайғыру заманда өмір сүріп жатырмыз. Адамдардың бәрі өледі. Біздің жақындарымыздың бәрі. Біз де өлеміз. Осы уағызда айтып тұрған, мен де өлемін. Бірақ біз өліп қана бәр нәрсе бітетін болса, онда бұл әлемнің, бұл өмірдің мағынасы жоқ болар еді. Бірақ Құдай бізге сол шын мағынаны беру үшін бізді құралақан қалдырған жоқ. Ол бізді сол шайтанға азғырылысқасыңдар, сендердің арғы ата-бабаларың шайтанға азғырылып менен кеткен деп, ол қаһармен бізді бір жолата қуып жіберген жоқ. Ол бізді қайта әрқашанда қандай уақытта да өзіне шақыра берді. Енді Исаның келген мағынасын сіздерге айтайын. Ол не үшін келді? Ол келуге не шешу? Осы өмірдегі осы қиыншылықтардан ол бізге қандай жақсылықты берер еді? Құдай адамзатты сүйді, сүйе берді. Сондықтан ол алғашында пайғамбарларды жіберді. Пайғамбарлардың бәрі келіп, біз жаратқан емізге ұқсап өмір сүрейік деп, сол ізгі хабардың бәрін айтты. Бірақ ол пайғамбарлардың да бәрі өлді. Оларды адам ғой. Бірақ солардың айтатын бір ғана, жалғыз ғана бір тақырып болды. Сол тақырып не? О тақырып келер біреу. Сол келе жатқан Иса Мәсіх туралы тақырып болған. Енді Иса Мәсіх деген, біз кейде моңғолшада айтып жүреміз, Иисус деп. Бірақ біз қазақша мағынада айтқанда, оны біз Иса Мәсіх деп айтамыз. Ол Мәсіх деген атынан, ол құтқарушы. Бізді осы күнәнің қиыншылығынан, осы өлімнің, осы ажалынан құтқарып алатын біреу нақты керек болды.
Сондықтан Құдай иеміз біз үшін өзінің жалғыз ұлын жіберді. Ол Иса Мәсіх еді. Сондықтан Мәсіх ол бізге келген Құдайдың аманаты, ол бізге келген Құдайдың ұлы. Ол адам атаның сол күнәһар қанын алмау үшін ол кейл Құдайдың рухымен пәк қыз Мәриям арқылы туылды. Енді жаңа айтқан осы аят сықылды. Адамның ұрпағының бәрі өледі. Өйткені бәріміз адамнан келгенбіз. Бірақ сол адамның ұрпағы бір нәрседен қайта тіріледі. Олар қайта мәңгілік жұмақта, мәңгілік жаннатта, мәңгілік Еден бағында болатын жалғыз ақ жол бар. Сол жол Иса Мәсіхтің құрбандығы. Сондықтан да бағанағы аяттың мен қайта оқиын. Адаммен бірге болғандардың бәрі өлуге тиіс болса, Мәсіхпен бірге болғандардың бәрі қайта тіріледі деп айтады. Енді тек Иса ғана біздің мәңгілік жұмақымызға апаратын, бізді қайтып оралып отанымызға апаратын, Еден бағынымызға апаратын жол, шындық, шынайы өмір болды. Сондықтан бауырластар, иеміз Иса Мәсіхті қабыл алыңыздар. Аумин.